Сәлем баршаңызға. Сіздермен бүгін наггетси жасап үйренетін боламыз. Ол үшін тауықтың етінің грудкасын аламыз. Оны біз ұзынша етіп турап аламыз. Бұл наггетси ПП наггетси деп аталады, яғни диетический ПП наггетсиі. Біз маринадына 3 жұмыртқамызды жарып, оған керекті спецтерімізді қосып, жаңағы грудинкамызға араластырып аламыз. Мінекей осылай 3 жұмыртқамызды жарып болғаннан кейін, өздеріңіздің қалауларыңызша ащырақ болсын десеңіздер, қызыл бұрыш, тағы да басқа қара бұрыш қоссаңыздар болады. Мен өзім паприка, дәміне қарай тұз, сосын қызыл бұрыш қостым. Өзім кішкене ащылау болған қаладым. Сол себептен қызыл бұрышты қосқан болатынмын. Сіздер де солай істесеңіздер болады. Барлығын араластырып болғаннан кейін, міне табағымызға арнайы грудинкаларымызды салып, жаңағы дайындалған маринадный сұйықтауымызды қойып, холодильникке 30 минут қойсаңыз болады. Негізі ұзағы 1,5 сағатқа қойсаңыздар, жаңағы маринадқа дәмі әдемі кіреді, тұздығы. Және де күшті болып көтеріліп, көлемдірек болып шығады. Міне мен бетін жауып, холодильникке 1 сағаттай қойып қоямын. Одан кейін панировочный сухари дейді, яғни үгітілген нан. Осындайды аламыз. Сосын оған әрбір грудкамызды айналдырып шығамыз, үстіне сеуіп. Содан кейін пергамент қағазына жаңағы листке қойып, бір-бірлеп қойып шығамыз. Яғни біз наггетсиді духовкаға пісіретін боламыз. Сол үшін де бұл ПП деп аталынады. Ешқандай май қосылмайды. Өте диеталық, жеңіл тағамның түрі болып табылады. Міне пергамент қағазын үстіне қойып шығып жатырмын, әрқайсысын ұнтаққа сеуіп алып, осылай қойып шығасыздар. Өте дәмді, жеңіл, әдемі, жұмсақ болып піседі, арасы бірден піседі. Пешке 180 градуста 35 минутқа пісіріп аласыздар.